Еркебұлан Қайназаров, және Батыс Қазақстаннан келген Талғат Мығи. Елбасының өзінен экзам алған жолдасы деген жюри болып кеп тұрғасын. Айтысты тайғылымдар тепең етті, естілерді белдерін бекем етті. Сіздерді көрмегені біраз көбен, содан бері жағдайдың неше күнді. Ақпанның арқыраған аязында Отқораның бескірді көбек етті. Наурызда алтын тағын аманаттап елбасы үлгі болып жеке кетті. Сол кісінің құрмет үшін ауысып, сол кісінің қала кетті, содан соң көше кетті. Сәуір мамыр сайлауға дайындық боп, маусымда олда шу боп өте кетті. Алаяққа алданып қалған халық шаңдатып теуіп теке кетті. Әлеуметтік жағдайы күрттіліктен талайды жүресінен шөгелетті. Сол уақытта ашынған аналарым дәл осы конгресс қолға жете кетті. Көп балалы анаға көмек сұрап төрелерге талабын төпелетті. Ақылға арыздарын тыңдағасын айыспымен шылқып бір шеге кетті. Яғында ақиқатты айту парыз деген сөз мақсатына жетеді. Ал ендеше ағайын қарсы алыңдар. Төріне айтыскерлер төбе жетті. Аналар кеп парызын айтқан жерде, балалар кеп парызын өтемекші. Төрінен келмесең санай шықтың. Бұл айтысқа Оралдан орай шықтың. Мен сенің дарыныңа күмәнім жоқ, мұндай додаға қалай шықтың. Бірақ та бұның біраз күмән боп тұр. Шығарда қалған балықты санай шықтың. Серікзатпен бірге қой, алып қой сен, бірақ бұл финалда оңай шықтың. Серікзаттай адамды аттап өтіп, шыныңды айтшы, финалға қалай шықтың.
кісінің жалғызысың. Одан да басқа кісілер бар-ау деймін. Жүйелерге жасайтын заңды күшін. Әйтпесе мырзекетті білеміз ғой, заң бұзбайды осындай балғыз үшін. Жұрттың алды іздері таныс тамыр, сонда кім қамқор болар ал біз үшін. Қадірін білетұғын жастар қайда. Айтыстың аяғында таныс іздеп кетсеңдер мынау айтыс ластанбай ма? Тұрған жасар еді бұл айтысты, енді соңына дейін бір бас болмай ма? Жұрттың алды таныс тамыр іздесе, жұрттың алды сыбайластық осындайда осындайдан басталады. Керейден жүр жебермен атып берген. Отырмын алжардағын атып көкен. Немене ішінде отырып еді, әйтпесе балтыр үйінде уақыт берген. Сыбайласымыз мырзатай жесек болса, өзім ойлағанымда бақыт екен. Бірлігін қой бастағырыз, жасасын қазақ дейтін асқағылыз, ырылдаспай айысты аяқтайын, ұрылғандай болмасын тасқағылыз, әйтеуір бұл қазаққа бұйырсерген бір-бірін жамандаудан басқа жұмыс. Қазақта жақсы қалып жаман кетсін, және де жомарт қалып сараң кетсін. Береке бірлігіміз баянды болып барада бақпайлықке адам жетсін. Әбілязы қалыпты араңдатпай, өзі де бір жолада арам кетсін. Жоғары Қазақстанды алға сүйреп, күн сайын қуанышты хабар жетсін. Еліміз 30-шы жылға дейін 30 елге кіретін заман жетсін. Дубайдың деңгейіне көп кешікпей Нұрсұлтан қалам жетсін. Ағайын ақ тілектің қабыл болып, еңбектердің бәріне табан жетсін. Келесі сайлау аман жетіңіздер, оған дейін көңілден алаң кетсін. Сол сайлауға сіздермен жағаласып, қосанбай жадаман жетсін.
түгел келіп, жүрген жоқ па далаға сыйып іріп, бірлік деген шашырағым, көк қазақтың көк байрақтың астына жиылуы. Жеткілеген халыққа қамқор болып, шетілдеген тұрмысы үйі-күйі, өте дұрыс болса егер қамқорлығым, көтеріліс болмайды жиі-жиі. Болмаса не қайғысын екі үйі, елдің де болмайды екен кеңиығы, елорда сонда ғана аталады, бірлік пен берекенің жеріне. Еліне қызмет етсем күшім бар да, я Алла оңғара көр десем де Алла, бірлігімнің ұстыны дінім еді, ұқсайды бір ашандар ұшынғанда. Ағаларым алауыз боп жүр қазір, бір ысқырып қалсам деп тісім барды. Бірлікті бізге әкеліп бермейді ешкім Сириядан, Саудиядан да, Мысырдан да. Бірліктің тілі қайда десеңіздер, алғаш достық қолдарын ұсынғанда, ешкімге тілімендер, ісіменде зиянын тигізбейтін мұсылмандар. Байғұс түрінен ей айырмасын, көсіліп сөйлемесе шайырғасын. Талғатжан аяқтайық дедік жаңа, ендеше қайырайық қайырмасын. Екеуміз де қазыға бөтен емеспіз ғой, көңіл ауғанға жүлдесін дайындасын. Ағайын-ағайын, ағайын сен де аман бол, енді ел алдында шайырғасын. Астананың төрінде күлді қазақ, осындай бірлігінен айырмасын. Батыс Қазақстан облысының атына 3 жыл бар, 5 жыл бар.